Достар, баршаңызға ассалаумалейкум. Бүгін машиналар туралы айтатын боламыз. Кез келген Camry'ді зик. Ё-моё, бензин бұл. Комплектация AMG. Конечно деген бар. Сатып алу проблема. Бұл жерде Toyota'ның фанаттары болса, өкінбейсіздер. Mercedes E200 213 моделі. Ключевой, без ключевой доступ дейді ғой. Ё-моё. Тасаңыз деген. Шүчу, кәдімгі Ладаның нелер сияқты. Ашылмай, облом өдір. Техпаспортпен менде 2017. Достар, баршаңызға ассалаумалейкум. Бүгінгі видео өзі ерекше форматта өтеді. Өйткені біз бизнес форматта емес, бизнесті айтпаймыз. Енді біз видеода, өйткені біздің сол жағымызда Mercedes E седан. Және де бұл видеода мен енді өзім автоблогер емеспін. Мен мықты маман емеспін машинадан, сразу айтамын. Бірақтан да біз машинаның плюсын, минусын таза шынайы айтатын боламыз. Өйткені бұл жерде ешқандай жарнама жоқ. Өзіміздің, яғни мен Mercedes E алам деген адамдарға қандай бұның плюсы бар, және қандай минусы бар, соны шынайы форматта айтатын боламыз. Ал кет. Достар, жалпы бағана айтқандай, бұл машинаға мен бір жылдай уақыт болып қалды. Яғни, нақты айтатын болсақ, тамыз айында мен алған болатынмын. Бұл машинаның жалпы историясы, яғни тарихы дейді ғой, өте қызық болған. Жалпы бұл машинадан бұрын менде Camry GT болды. Camry GT болды. Camry GT-тен бұрын менде осы Mercedes-дің кузовтың алдыңғы кузов, яғни бұл 213 болатын болса, 212-ші кузов болған. Оны мен не үшін айтып жатырмын? Жалпы мен өзімнің историямды айтқым келіп жатыр. Mercedes-ке деген. Мен де тура қазір сіздер сияқты ойлаған сияқты, жалпы әр қазақтың жігіттері ойлаған сияқты, мен де Toyota'ны жақсы көрген қазақтың бірі болғанмын негізі. Мен Camry 55 деген машинам болды, бағана 212-ші кузовқа дейін. Сол кезде мен 55 Camry'ні өте жақсы көретін, өте былай айтқанда, однолюб мен Camry 55-ді жақсы көретін. Сол Camry 55 айтып жүрген кезде бір уақытта менде, яғни айтады ғой, барлығы жақсылыққа все к лучшему дейді орысшада. Мен ДТП болдым, яғни машинаны ұрдым, Camry 55-ті. Содан кейін мен ұрғаннан кейін, машина сеткеннен кейін Mercedes-ке алмастырдым, яғни 212-ші кузовқа. Содан бастап менде Mercedes-ке өзім аяқ асты мініп кеттім. Ол уақытқа дейін мен Mercedes-ті тек қана қымбат байлар, қымбат машина, ақшасы бар адамдар ғана мінеді деп ойлайтын едім. Сол 55-ті ұрғанның арқасында 55-тен ДТП-ға түскеннен кейін мен Mercedes міндім. И осы жерден бастап Mercedes-ке деген махаббатым менің ашылды. Және де мен ойлаймын, өзім жалпы ең Toyota'дан қарағанда мен Mercedes-ті өте қатты жақсы көреді екенмін. Жалпы сол Mercedes-тен кейін мен Mercedes-ті ойнаттым, өздеріңіз білесіздер, Instagram'да розыгрыш жасадым. Содан кейін Camry GT алдым. Қайтадан Toyota отырып көрейін. Camry GT алдым, айдадым, бірақтан да жарты жыл болмай, өкінішке орай маған Toyota ұнамады. Оказывается, ол менікі емес екен. Сөйтіп, ол Camry GT алғаннан кейін, мен 2 айдан кейін негізі машина іздей бастадым. Сөйттім да, осында 213-ші кузовты өте көп іздедім, өте көп қаладым, шыны керек. Мен колесадан көніге былай айтқанда, колесаны көрген кезде 20 минут, 40 минут машина қарап тұра беретін 213-ке. Бұған деген махаббатым менің былай айтқанда өте жақсы болды. Және де бұл машинаның историясы, яғни тарихы өте қиын болды маған алу. Неге? Ол ақшалайда емес. Бұл машинаны мен шыны керек 213-ші кузов Mercedes, жалпы Mercedes автокөлігін табу өте қиын екен. Ең бірінші сатып алу проблема, яғни Mercedes-тің жақсы состояниесімен өте көп адам сата бермейді. Екінші, машинаны сату да проблема да бұл жерде. Яғни, былай айтқанда оңай сатыла қоймайды, Toyota сияқты. Сол себепті Mercedes алмайды. Бірақтан да мен айтайын, бұл жерде Toyota'ның фанаттары болса, сіздер
машина Mercedes айдап көріңіздер, өкінбейсіздер. Яғни бұл деген Mercedes өте керемет. Сол себептен өте қатты бұл машинаны іздедім. Қателеспесем 6 ай 7 ай іздедім. 6 ай 7 ай іздедім. Бірақтан да наконец-то дейді, оны айтады ғой. Мына жерде қазір оператор қойсын, наконец-то деген бар. Ана коронавирустың айтады. Наконец-то мен машинаны таптым. Бұл машина менде Mercedes E200, яғни E200, 213 моделі, 2018 жыл. 2018 жылы бұл Алматы қаласында плюстарда алынған, бұрынғы иесі. Техпаспортпен менде 2017. Жалпы бұл машинаны мен не үшін алдым? Жалпы осы именно комплектация, менде комплектация AMG комплектация. AMG комплектацияда бұл жерде ерекшеліктері, яғни решетка емес, бампері болады. Мына решетка мен өзім салдым. Бұның негізі решеткасы басқа болады. Бұның родной решеткасы негізі алдыңғы 212-ның кузовпен бірдей болған ұқсайды да. Сол себептен мына решетканы салдым, және де бұл решетка маған сәл әдемірақ, қалай айтсам болады, андай видін ашық қалып дейді, сондай болды. AMG-дің жалпы айырмашылықтары ол дисктер де бар, яғни диск бұл жерде 19. Жалпы Mercedes өзі бөлінеді әртүрлі комплектацияға. Мен сіздерге кеңес берем, жалпы AMG комплектациясын алуға. Неге? Өйткені AMG комплектациясында жалпы рулі басқа болады, диск басқа болады, сыртқы кузов басқа болады. AMG-дің, яғни әртүрлі AMG бар, AMG мысалы E43 бар, E63 бар, бірақтан да E200, 213 модель алатын болсаңыздар, AMG вариантын алуға тырысыңыздар. Өйткені бұл жерде даже бізде мынандай қараңыздар, AMG-дің плюсы, мына жерде дисплей бізде вот такой, мына қараңыз, үлкен да, орысшам қалай кетті, вот такой. Екі ноутбук, яғни екі ноутбук, былай айтқанда монитор өте үлкен. Сол себепті егерде Mercedes мысалы 213 осындай кузов алайын деп шешсеңіздер, осындай мониторына қарап негіз алға дұрыс шығар. Жалпы неге? Өйткені андай обычный бағаны монитор болатын, андай спидометр бар, осындай модель машиналар бар, простой комплектацияда, бірақ оның кайфы жоқ та. Маған реально айтайын, мен алатын кезде бұл машинаға мен ең бірінші орында осы мониторына қызықтым. И және де ішкі освещениесі, яғни освещениесі түнде, былай айтқанда, вау эффект береді. Өйткені дизайн өте керемет, салон өте әдемі, маған өте қатты ұнады. Мен жалпы негіз, мен бағана айттым, мен автоблогер емеспін. Мен машинаның бағана характеристикасы, ұзындығы, оның барлығын бағанадай интернетте аласыздар. Жалпы мен машинаның бұл плюстерін, минустарын айтайын деп шештім. Жалпы Mercedes-тің плюсы, ең үлкен плюсы, бұл қазір таңда 213 кузов мысалы алатын болсақ, дәл қазір алатын кез. Неге? Өйткені бұл машинаның бағасы қымбат емес. Мысалы салоннан осы 213 шығатын кезде жобамен қазірде 30 миллиондай болған. Қазір мына машинаның бағасы жобамен 18-19 сондай миллион, енді состояниесі байланысты. Яғни дәл қазір алатын кез, бірінші. Екінші плюсы, мен бағана айттым, түрі, яғни сыртқы кузовы, іші өте әдемі. Екінші плюсы. Өйткені, мысалы, Toyota, қандай күшті Toyota тұрғанмен, қандай, мысалы, Mercedes тұрса да, Mercedes өз ерекшелігін береді. Екінші, айтады, Mercedes в Африке Mercedes. Үшінші, бұл машинаның, яғни жүрі өте мягкий жүреді, өте жеңіл жүреді. Яғни, сіз, мысалы, мен осы жақында неге бардым, шетелге бардым, осы машинамен 240-250-ге дейін барсаңызда, машина былай айтқанда балқиды. Ешқандай жылдамдықты сезбейді. Үшінші плюсы. Төртінші плюсы, именно бұл осы комплектация алатын болсақ, менде панорама бар. Менде панорама бар, қазір оператор көрсетеді. Панорама бар. Мен не үшін даже осы 2017 жылғы Mercedes алдым, өйткені 2018, 2019, яғни жаңа бағанадай жыл жаңарған сайын бұндай панорама жоқ. Бұндай панорама E200-де жоқ, мүмкін E63-де болу мүмкін. Сол себепті мен іздеп жүріп, осы панорамасын қызығып 2017-сін алдым. Хотя 2019-2020 алуға болатын еді. Жалпы осындай плюстерін айттым. Және де бұл машинаның тағы да плюстері налог өте арзан. Налог примерно 10-11 мың теңге. Өткен техпаспортпен 1,9 болып жүреді. Аттың күші бұл жерде 184 аттың күші бар. Және де бұл машина турбина қосылған, яғни объемы 2, бірақтан да турбина бар. Яғни ол деген нәрсе бұл
кез келген Camry'ді зік спайт қылады. 2.5. Сондай. Любой Camry 2.5 әкеліңіздер деген. Бірақ 3.5 емес. Жалпы сондай. Енді минустарын айтайық. Жалпы бұл машинаның минустары да бар. Ең бірінші минусы маған ұнамайтын бұл машинаның, яғни дауысы. Бұл машина бәрі менен сұрайды да, дизель ма дейді. Ё-моё, бензин бұл, дизель емес. Бензин бұл, просто объем 2 да. Сондай сұрақтар дағылады. Егер 213 алатын болсаңыз, бәрі сұрайды, дизель ма деген сұраққа дайын болыңыздар. Екінші минусы, кез келген қыз бұл машинаға қарай береді. Кез келген қыз. Енді ол минусы бар, плюсы бар. Светофорда тұрғанда. Үшінші минусы, қараңыздар. Үшінші минусы, Mercedes 18 миллион теңгеге сатып аласың. Ё-моё, сиденье қимылдататын қосуға болады ғой. Сиденье қосылатын жоқ. Кәдімгі Ташкентте неде Nexia-ларда бар да, кәдімгі Nexia-ның несін жена, плавающий сиденье. Mercedes-де 18 миллионға жоқ. Мен сізге көрсетейін. Қараңыздар. Ё-моё, мақым мынандай несі бар, қара оператор. Қараңыз, мынандай несі бар. Но сен когда 18 миллион машина алған кезде ручной қимылдатасың, ручной. Ё-моё, 2018 жыл машина да, 2017 жылғы. Поэтому это реально дискомфорт. Тағы да бір минусы бар. Сен мысалы кеттің, допустим, Шымкенттен қыдыруға, мысалы Алматыға қыдыруға кеттің. Трассада баллон жарылды. Бұл жерде запаска жоқ. Сен эвакуатор звондау керексің. Немесе біреуге бір досың болу керек, баллон әкеп беретін әрдайым. Осы бұндай минустар бар. Так, минустарын айттым. Одан бөлек тағы минусы бар. Допустим, Camry'дің бұл жерде плюсы бар. Сен өзіңше Mercedes мініп алдың, крутойсың, былай айтқанда, мощный алып келесің да, мына ашайын деп келесің, мына жерде не жоқ. Андай ашатын несі жоқ. Ой, айтеді. Қандай еді? Ключевой, без ключевой доступ дейді ғой. Без ключевой. Сен қолыңда зат бар, ақша толы мүмкін, ақша бар. Нақты аламайсың да. Мынаны бүйтіп ашасың ғой үстімше. Сәл бұл дискомфорт, яғни бұл ұнамайды. Toyota'да сен бүйтесің. Ашасың, жабасың, болды сразу. Яғни ыңғайлы. Және де бұл жерде бізде комплектация, енді менде комплектацияда не жоқ, присоска жоқ. Бұл минус, присоска жоқ. Жабылмай, все, жабылды. Вот минус, осындай минустар бар. Так, багажда, запасканы айттым. Енді қараңыздар, сіз 213 алатын кезде, допустим, сіз мысалы бір қызбен, достарыңызбен келдіңіз, қыз деген алып тастадыңыз деген. Шучу, так, қараңыздар, допустим, продукты, қолыңызда продукт көп, магазинге, продукты салыватсыз, салдыңыз, машинаны енді жабасыз ғой, енді жабам деп ойлайсыз, жабылмады. Қайтты жабам дейсіз, енді жабылды. То есть қаттырақ жабасыз да, бұл андай да дискомфорт создавать етеді. Кәдімгі ладаның нелер сияқты. Машина ашылмайды, облом что-то. Жабылмайды. Жалпы негізі әрине Mercedes-дің плюстері де көп. Менде енді комплектацияда мынандай не жоқ, кнопка жоқ. Жалпы кнопкамен алсаңыздар, ол өте керемет. Так, минустарын айттым, плюстерін айттым. Мен сіздерге айттым, бұл біздің видео шынайы болады деп. Так, достар, қараңыздар, бұл машинаның енді маған өте қатты ұнағаны бұл дисплей, бағана айтқандай. Дисплейді бұл өте үлкен, 2 ноутбук сияқты. Егер сіз Mercedes алатын болсаңыз, осында 213 кузовты, егер бұндай дисплей болмай, әшейін спидометр болатын болса, онда ол былай айтқанда керек емес деп ойлаймын. Мен осы дисплей үшін мен қатты ұнады. Қараңыздар, мына дисплейде мынандай нәрсе бар. Изображение стили деген бар. Мысалы дизайн ауыса береді. Сіз мысалы дизайнды классикаға жасасаңыз болады, қараңыздар. Яғни полностью мына жерде дизайн классикаға ауысады. Спортивный қойсаңыз болады. Спортивный, қараңыздар. Спортивный дизайн қойсаңыздар болады. Өте ыңғайлы. Және де бұл программа жанында, екі шетінде, және алдында, артында бұл жерде нелер бар, арнайы парктрониктер бар. Машинаны көріп тұратын. Көрдіңіздер, мына қараңыздар, 360 градус емес, былай істеуге болады. Және де машинада ең қызығы автопарковка бар. Яғни машинаны адамсыз қойылуға болады. Навигатор бар. Өте үлкен күшті плюстері.
И бұл машинаның акустикасы өте жақсы. Давайте акустикасын тексерейік. Жалпы бұл Mercedes'те 213-ші кузовта 9 ступенька болады. 9 ступенька ол өте ыңғайлы, және де машинаның бензин аз жеуіне әсер етеді, бірінші. Екінші, бұл жерде 184 аттың күші бар. Әрине аттың күшін көбейтуге болады. Арнайы бағана Алматы қаласында оны істейді, Шымкент қаласында білмеймін, істемей ме. Бірақ 184 аттың күшінің өзін өте қатты бағанада күш береді. Сол себепті мен ойлаймын, бұл өте ыңғайлы жасалған кузов, және де сіздердің баршаларыңызға алуға кеңес беремін. Авиам екке ұқсамайды, достар. Не деген скорость, ойлаңыздаршы, енді бұл объем мысалы 2 да. Сіздерде объем егер 6-3 болса, яғни қазіргі жаңа Mercedes'те 4, вообще рульге жабысып қалады жарсың да. Не деген атмосфера, атмосфера үшін оқады. Микрофон үзіп кетті атау. Ё-майы. 2 литр объем да. Так. Достар, сол себепті Mercedes 213 кузов алатын болсаңыздар, 2 объем алсаңыздар да қатты жүреді машина. Өте қатты жүреді. Машина айттым ғой. Яғни эмоция береді да. Бұл машинаның эмоция үшін сіздер алатын боласыздар. Эмоциясы реально кайф. Как будто объем 3 сияқты, уже 100 километр. Ужас. Кайф, сондай достар. Яғни мен эмоцияны сіздерге жеткізе алмайтын да. Эмоция шыны керек. Кайф да, вообще. Білмеймін, маған қатты ұнайды. Және де бұл жерде машинада бағана автопарковка дедім, автопарковканы қазір көрсетемін. Одан бөлек бұл жерде машинаның плюстері 100-ге өте аз жейді. 100-ге өте аз жейді. Бұл машина экономдық вариант болып жүреді. Өйткені 100-ге 8-9 максимум жейді. Және одан бөлек бұл трассаға шыққан кезде машина балқиды, яғни мүлдем машинаның яғни былай секірмейді, солға, оңға, мысалы жеңіл машиналарды білесіз, жеңіл машиналарды мысалы секіреді, бұл машиналарды мүлдем секірмейді. Және де ішкі сыртқы дизайны маған өте қатты ұнайды. Бұл салоны болсын, машинаның кузовы болсын, өте қатты ұнайды. Және де маған ұнайтыны 213-ші кузовтың рулі. Руль реально ыңғайлы, реально әдемі. Ал 214-ші кузовта машинаның барлық сенсор болып кеткен. Мына рульде арнайы сенсор бар, мына жерде қара сенсор, қараңыздар мен. Мысалы мен ауыстырып жатырмын. Сенсор, мынаның бәрі ауысып жатыр. И өте ыңғайлы, және өте тез жұмыс жасайды. Мен сенсормен ауыстырып жатырмын, көрдіңіздер ме? Ал 214-ші кузовта ондай жоқ. Так, біз автопарковканы тексеріп көрейік. Қазір. Автопарковканы тексеріп көрейік. Так, қараңыздар. Автопарковканы тексереміз. Так, мына жерде машина бар дейді, орын бар дейді, қараңыздар. Автопарковка, мен окейді басам, машина өзі қойып береді. Машина өзі қойып береді. Вот мен қараңыздар, ештеңе ұстап тұрған жоқпын. Тормоз газ, ештеңе ұстап тұрған жоқ. Вот видно. Толықты, қараңыздар. Толықты өзі ұстап тұр, мысалы. Ештеңе ұстап тұрған жоқ. Өзі қойылып жатыр. Алдында машина, мысалы парковка. Тормоз газ, ештеңе басып тұрған жоқ. Толықтай өзі жүріп жатыр, өзі қойылып жатыр. Яғни заман деген осындай отқан. Көрдіңіздер ма? Mercedes реально дамып жатыр. Өте ыңғайлы. Вот қойып берді. Так, достар, қараңыздар, навигация, радио, медиа, так, телефон. Мониторда джойстикпен сіз ыңғайлы да, өте ыңғайлы. Мысалы, кейбіргі Lexus'тарда, мысалы менде екінші Lexus 570 бар. Ол 570-те мынау несі джойстик өте ыңғайсыз. Мына жерде Mercedes'те өте ыңғайлы. Енді Mercedes бұл жерде енді действительно молодец. Және де сіз рульмен де мысалы қимылдата бересіз, рульмен де. Және де мына жаққа да экранға да шығара бересіз. Бүкіл мысалы данныйлардың барлығы. Қараңыз, екі жерден шығып тұр, толықтай.
қанша тоо өту керек, қашан ағылады, навигация, радио барлығы шығып тұр. Өте ыңғайлы. Система дейді. Шыны керек мен автоблогер емеспін, қатты барлығын түсіне бермеймін. Бірақ мен енді Bluetooth-пен ойлан қоямын. Мына жерде мысалы установка освещения. Қараңыздар. Машинаның бұл жердің тағы бір плюсы бар. Цвет, мына цвет қараңыздар, мына сіздерге көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па? Фиолетовый болып тұр. Бұны біз көк қылсақ деп отыр, қараңыздар. Машинаның цветтері мына жерде бұл осы ауыса береді. Қараңыздар, өте әдемі. Көрініп тұр ма, мысалы қараңыздар. Өте әдемі. Жасыл, не болып күшті. И бұл қазір күндіз бізде қатты көрінбеуі мүмкін, бірақ кешке сіз мысалы кез келген бір адамды отырғызатын кезде бұл жерде салонда ол адамға, жаңа адамға вау эффект береді. Сіз бірінші мысалы адам отырады ғой, ана салоны, машинаның мысалы мына несі ағашы мысалы, ағашы және де несі түсі өте қатты эффект береді. Мына машинаның мысалы ағашы қатты сапалы деп айта алмаймын, бірақтан да бұл дизайн өте ыңғайлы жасалған. Өте ыңғайлы жасалған. Және де действительно мына жерде машина өзінің бағасына тұрарлық. Машина өзінің бағасына тұрарлық. Мына мен подсветкаларды әрине мен қосымша қостым. Бұл подсветкалар қателеспесем Геленваген машинасында бар, GT-де бар. Родной бұндай емес. Бірақтан да мен қостым, дополнительно сатып алдым, бірақ өкінбеймін. Негізі машинаның түстері мына жерлерде, мына дополнительно мына жақтарда жанады. Қазір күндіз онша көрінбейді. Сіздерге ол түнде көрінуі мүмкін. Сондай. Кеттік. Қараңыздар, артқа бергенде всегда аварийка жағып жүріңіздер. Мысалы сіз машинаны егерде мысалы тексеріп, айдап, қаншалықты мысалы қатты тартатын көргіңіз келетін болса, мен сіздерге кеңес айтайын, өзімнің бір кеңесім. Енді ол сіз мүмкін білесіз, білмейсіз. Қараңыздар, бүйтесіздер. Машинаны чтобы қатты тартқанын көру үшін тормозды басасыз, газды басасыз, оборотты 2-ге дейін көтересіз. Қараңыздар, оборот 2-ге дейін көтересіз. 2-ге дейін көтеріп, 2-ге жарымға көтеріп. Көрдіңіз? Нереально. Ё-моё, уже 100. Көрдіңіздер ма? Яғни машина бұл жерде нереально эмоция береді. Хотя объем 2. Сол себепті егерде достар сіздер мысалы Mercedes алам или не алам деп ойланып жүрсеңіздер, егерде бюджет 20 миллионға дейін көріп жүрсеңіздер, 15-20 миллион арасында Mercedes кеңес беремін. Алыңыздар. Өкінбейсіздер. Өйткені бұл Mercedes алу қиын, ақшаңыз болса да өйткені состояниесін бағанадай жақсырақ сатай бермейді көбісі да. Адам бұл Mercedes алғаннан кейін 2-3 жыл айдайды. Және де егер көпшілік мысалы мен Toyota айдайтын кезде де ойлайтын Mercedes капризный, Mercedes сату қиын деп. Mercedesті алғаннан кейін өзіңіз үшін айда көрік, өзіңіздің ләззатыңыз үшін айда көрік. Ал бұны сатам деп мысалы ондай оймен алатын болсаңыз, мен ойлаймын ол дұрыс емес шығар деп. Сол себепті Mercedesті алғаннан кейін айтады ғой для себя деп. Өзіңіздің ләззатыңыз үшін айдаңыз. Және де мен Mercedes мен үшін өте қатты ұнайды, және де мен Mercedes'дің уже фанаты болдым. Әрине мен BMW айдап көрген жоқпын, мүмкін BMW айдаған кезде де мен BMW-ның мүмкін фанаты болатын шығармын. BMW айдадым, бірақтан да былай өте көп BMW-лар айдап қызығып көрген жоқпын. Жалпы осы достар, мен ойлаймын осындай сіздерге кішігірім біздің видеолар ұнаса, бұл видеоны түсірген мақсатымыз сіздерге мотивация берейік. Және де сіздер де біз сияқты осындай Mercedes-тер мініңіздер деген ниетпен түсірдік достар. Сол себепті осындай видеолар сіздерге ұнаса, міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Егер де осы видео 200 лайк жинаса, мен келесіде Lexus 570 жаңа моделін түсіретін боламын. Яғни мендегі моделін түсіретін боламын. Және де Құдай қаласа бізде бір уақытта жететін жағымыз Rolls-Royce'ті түсіретін. Құдай қаласа. Иншалла бізде ол неге жетеміз. Rolls-Royce болған кезде Rolls-Royce'ın бүкіл минустарын, плюстарын барлығын шынайы айтатын боламыз. Осындай видеолар қалайтын болсаңыздар, міндетті түрде лайк басыңыздар, тағы да айтайын, комментарий жазып бізге қолдап көрсетіңіз. А то біздің операторлар айтып жатыр, оқырмандар мүлдем бізді қолдап көрсетпейді. Сол себепті сіздермен болған Тұран Абжанов, баршаңызға сәттілік.